Қалайсыздар? Но бізде уже түнгі ұйқы атмосферасы. Аллаға шүкір, түнгі ұйқыға сразу кетеді, уже күндіз шаршағасын. Я выложила вам сторисы. И анандай бар ғой, қайтадан кіріп қарап. Я выложила сторисы и проверяю просмотры, и мне так приятно. Я не знаю, так не өзгергенін білмеймін, бірақ та кеше бүгін расменде просмотрлар өсіп, статистика басқаша жатыр, и такое какое-то чувство приятное внутри, что хочется еще выкладывать. В общем, а я решила вам еще один сторис записать. Бүгін күні бойы ауырыңқырап не в состоянии была, хотела выйти раньше, но кешкіге таяу, бірақ шамам келді, я уже начала ставить уколы. Вот, а завтра мы домой. Все. Мама, сидит. Мороженое чего миді? Нам да өтті ғой. Мама купила. Тамағы, іші бәрі күшті екен. Мынау екінші этаж, келіп өздеріңіз отырасыздар. Мынау бірінші этаж. Осы Ера Урбан кофеге келсеңіздер, өте жақсы, уютный, тыныш, бір жақсы жері жаңағындай қаланың қақ ортасында орналасқан. Енді қазір нелер көп қой? Қалай айтсақ болады, кофелер көп қой, негізі осы майда ашып тастаған. Біреуінің ішіне барсаң жаңағындай симайсың, біреуінде дұрыс емес. Сондықтан міне мына жер әдемі орналасқан. Келіңіздер, Инстаграм сохранить етіп қойыңыздар, алдағы уақытта керек болады. Кен, ыңғайлы. Достар, мен төсекке жеткеніме қуандым ғой. Реально айтайыншы. Бүгін бізде 12-де чекаут болды. Содан бері біз не көрмедік. Жаңбырдың астында жүріп, 12 сағат далада жүрдік қой. Сенесіздер ма? Барып, отель, резидент қарадық. Басқа бір локация барып көрдік. Таппаймын ақтық. Сөйтіп, ақыр аяғында осы резидентте қалатын болдық. Но басқа этажына ауыстық. Өте қатты қуанды, потому что комфорт, біз үшін комфорт өте қатты маңызды да. Адаптация, басқа жаққа деп үйреніп жүрмейсің. Лучше кішкене чуть-чуть оплата жасайық. Лучше өз комфортымызда қала берейікші. Ладно деп. Сөйтіп орналасып. Сөйтіп бізде уақыт жағынан бір болды. Ұйқымыз деген режим болып кетті. 9:30-да онда ұйықтап қалатын едік қой біз. Бір болды. Жуынып, жатып, келіп, енді ұйықтап жатырмыз. Ұйықтайын деп жатырмыз. Ертең ерте тұрамын, Алла қаласа. Бір айға алдық. Күшті резиденттер көрдік. Бірақ бір жылға добырмен екен да ол. Еще қазір студенттер көп келіп жатыр, сондықтан баға өсіп кеткен. Сол уақыт жағына қарау керек, негізі Малайзия тұратын болсаңыздар. Сөйтіп баға өсіп кетеді. Сезон емес кезде баға түседі. Бізде қазір сезон көп болғанда баға өсіп кетті. Ну и ладно деп. Енді жұмыс жасау керек. Қайырлы түн. Сөйтіп 12 сағат алғада жүрдік. 01:09-ға